Бұл көрініс Бердібек Сапарбаевтың ең алтын қожа атты шығармасынан үзінді. Ат көлігің аман ба? Амансыз апа. Неше келдің бе? Жұмыстан жайшадан келуші еді. Әлгі жер әлемді шулатып жүрген бұзақы бәленің әлегі. Бұзақы бол не істеп? Ел тонап, кісі өлтіріп пе? Біреудің қаздырғап сойып жүр, ел тонаған емес пе екен? Сабақта мұғалімді шошытып, талдырып, тура барып кісі өлтіруден де тайынбас. Бақа әкел деген өздері көрінеді. Онда бір қожа емес, басқа балаларда бар. Мұғалім айтты деп, көлшіктен бақа аулап жүреді. Енді соның бәріне баяғы аты шулы қожа кінәлі. Сонда әкелген бақада оған мұғалімнің сөмкесіне салып қой деп пе? Әдейі салған деймісің? Тарбаңдаған неме өзі кіріп кеткенде. Балаға қорушы болғанның жөні осы деп, терісінде дұрысында дұрыс деп, бірінен бір жазғырып қатал ұстасаңыз, ол мұндай жолға түспеген болар еді. Менің қожашым тірі болса, ешкімнен кем болмайды. Сабырбек нағасына тартқан ғой. Ол да жас кезінде осы секілді шығаннан шыққан сотанақ еді. Өсе келе балалы шағалы болғаннан соң өз-ақ қойып кетеді. Бала кезінде баланың бәрі тентек болмай ма? Қоя ғой жаным еді. Ей, шарықты қай, сіздің мұна өз жетіңізді тұтамыз кен, бала қалай онсын? Енді қоя ғой енді, бір ағаттық кеткенен кейін кешіре ғой балаңды. Сен қайда қаңып жүрсің, а? Шешен келді. Байқа, саған ашуды көрмек. Мама, сен жылап жатырмысың? Иә, жылап жатырмын. Құдайы баған ашпаған мен сорға қалай жылаудан басқа не бұйырған? Қайтейін жыламай. Қайтейін жыламай. Қу жалғыз-ау, сенің ақ күйігіні тартып өлетін болдым ғой. Не болды саған осыншама қосылып? Айтшы, не болды? Маматай, қойшы. Жылама, мама деуші болма мені. Сен Құдай сен маған берген ба? Бермей-ақ қойған жөн еді ғой. Маматай, қойшы. Ең соңғы кешірші. Ант етемін, сыныптағы ең үздік, ең озат оқушы боламын. Кешірші, маматай. Балам, сенің адам болғаннан артық маған ешнәрсе жоқ.